Көп кәсіпкерлер өмірде кәсібін белгілі бір деңгейге жеткізеді, табыс түсіп тұр. Сөйтеді ол ары қарай не істерін білмегеннен кейін өзіне де энергия тасып тұр ғой, энергиясын бұратын бағыт іздей бастайды ғой. Сөйтеді бір жаңа проект ойлай бастайды да. Құдығынан су ағып тұр, ол болса жаңа құдықты іздеп жүр. Зерттейді. Сөйтіп бізге келеді 3-4 жобасы бар ғой, бір-біріне дым қатысы жоқ. Барлығын бірақ бір деңгейге дейін алып келгенде ары қарай енді 5-ші проект іздеп жүр ғой. Бірақ қызық нәрсе мынада, неге біз бір проектті жасап, оны бір межеге жеткізгеннен кейін бізге қызығушылығы кетіп қалады? Өйткені бізде білім жоқ. Біз ары қарай енді ол жүріп тұрған, табыс әкеліп тұрған проектті қалай масштабтауға болады жүйелі түрде біз білмейміз. Біздің миымыз бүйтіп ойлайды да, болды, мынау жасарын жасады, енді қызық емес ары қарай маған, енді мен басқа нәрсе істеймін. Бірақ қызығы, мен бір компаниямды 3 деген деңгейге келтірдім ба, ары қарай қызығушылық кетіп білімсіздіктен мен жаңа жоба бастаймын ба, мен жаңа жобам да 3 деген деңгейге дейін өседі ғой, ары кетсе. Түбінде менде бәрі 3 деген деңгейге тұрып қалған да. Бірақ 5 проект бір-бірімен дым қатысы жоқ, оларды басқару да қиын, жүйелеу де қиын. Түбінде мен энергиям ешқайсысына жетпейді, бәрі жабылады да кейін. Онда не істеу керек? Ең бірінші білім алу керек. Бір проектті, бір компанияны белгілі бір деңгейге келтірдіңіз, ары қарай білмейсіз ба, компаниясының деңгейі 7-ге келіп тұрған адамдарды табасыз, сөйлесесіз, ақшасын төлейсіз, сұрайсыз, мен осы жерге келіп тіреліп қалдым, мен не істеймін ары қарай? Сіз не істеп жатсыз? Сіз қалай істеп жатсыз? Сол кезде ол сізге маршруттарды көрсетеді. Сен енді мынаны бүйтуің керек, мынаны сөйтуің керек. Өзіңнің жүріп тұрған кәсібіңнің болашағын көрген кезде сенде уақыт болмайды басқа проекттерді ашуға. Сен тек қана жүріп тұрған проектіңді ары қарай дамыта бересің. Мәселе осыда. Біз кәсіпті жасаған кезде 1 жылға, 2 жылға, 3 жылға емес, 20 жылдан кейін ол кәсіп өзі гүлденіп өмір сүретіндей қылдырып жасауымыз керек.